Су кубының салмағы m көбейтілген g-ге тең. Ол өз кезегінде ρ көбейтілген v көбейтілген g-ге тең болады. ρ судың тығыздығы және v кубтың көлемі. Куб бір орнында тұр. Бұл оған әсер ететін жоғары бағытталған күш пен оның салмағы бір-бірімен теңесіп тұрғанын көрсетеді. Бұл жоғары итеретін күш кері итеруші күш деп аталады. Сондықтан кері итеруші күш ρ көбейтілген v көбейтілген g-ге тең. Егер біз су кубын жіпке ілінген металдан жасалынған кубпен алмастырсақ, онда сол кубқа үш күш әсер етеді. Кубтың салмағы, жіптің керілу күші және кері итеруші күш. Кубты қоршап тұрған суға қатысты қарайтын болсақ, ештеңе өзгермеген секілді денеге әсер ететін кері итеруші күш өзгерген жоқ. Ал темірден жасалған кубтың салмағы су кубынан ауыр болып келеді. Сондықтан егер кубты жіпке ілмесек, ол төмен қарай бір қалыпты қозғалар еді. Осылайша Архимед заңы сұйықтыққа батырылған кез келген денеге қатысты екенін көреміз.